Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздермен сабақ үстінде қолданып жүрген әдіс-тәсілдерімен бөліскелі отырмын. Менің сыныбым бірінші сынып болғандықтан, ойын арқылы баланың қызығушылығын оятамыз. Бұл әдіс жан-жануарларды қоректендіру деп аталады. Яғни, үй жануарлары, жабайы жануарлар деп жануарлар екіге бөлінеді. Міне мен үй жануарларынан жылқы малы, жабайы жануарлардан маймылды алдым. Жылқы малы шөппен қоректенеді, ал шөпте буындар жазылған. Не болмаса есепте жазуға болады. Осылайша бала буындарды оқу арқылы жылқы малын қоректендіреді. Ал маймылға келсек, дәл солай есепті шығарып, не болмаса буындарды оқып, маймылға жапсырып отырамыз. Мінеки осылайша баланың қызығушылығын арттыруға болады. Саламатсыңдар ма балалар?